Саламатсыздар ма балалар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазып отырыңыздар. 9-10 сабақ Экспо 2017 Астана қаласында. Бірінші сұрақ: көрме деген сөзді естігенде ойыңа не келеді? Көрменің қандай түрлерін білесің? Негізгі 5 сөзді жазып пікіріңді ортаға сал. Сұрақтарға жауап берсек: көрме деген сөзді естігенімде үлкен ғимарат, неше түрлі таланттылардың портреті, пейзаждары көзіме елестейді. Екінші: көрменің сауда, ғылыми, техникалық, өндіріс, құрылыс көрмелері және басқа да түрлері бар. Үшінші: экономика, ғылым, техника, мәдениет қатысушы. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда. Екінші тапсырма: тыңдалым мәтінін төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып әңгімеле. Үшінші тапсырма: төмендегі сұрақтар бойынша өз ойыңды 3 сөйлеммен қорытындыла. Көрме қажет пе? Не үшін? Пайдасы қандай? Әрине қажет, себебі көрме көрермендердің өнерге деген қызығушылығын және сана сезімін оятады. Көрме елдің сыртқы беделі мен ішкі экономикасына айтарлықтай үлесін қосады. Кәсіби сөздердің термин сөздерден айырмашылығы бар. Термин сөздер ғылымның бір саласының әдеби тілдегі жалпы халыққа бірдей түсінікті қалыптасқан атауы болса, кәсіби сөздер ұсақ мамандыққа, кәсіптің түріне ғайына байланысты болып, сол мамандықпен айналысатын адамдарға түсінікті болады. Ал шаруашылықтың өзге түрінде жұмыс істейтін адамдарға түсініксіз болуы мүмкін. Төртінші тапсырма: мәтінді оқы. Экспо атауы экспонат деген сөзден шыққан. Қазақша жәдігер, яғни ол жер жүзін мекендеген барша халықтың өмірдің түрлі саласында қол жеткізген жетістіктерін, жәдігерлерін көрсететін алаң. Онда экспоның кезекті тыңдаған тақырыбына орай адам баласының бұрын-соңғы жеткен жетістіктері көпшілік назарына ұсынылады. Экспо 2017 жылы Қазақстанда Астана қаласында өтті. Оның тақырыбы болашақ энергиясы. Әлемнің барлық өнертапқыштары мен ғалымдары өздерінің жасыл технологиялардағы жетістіктерін көрсетті. Егер бұрын адамдарды жаңа машиналар мен пойыздар қызықтырған болса, қазір жылытуға энергия шығыны аз кететін үй салу қызығырақ болып отыр. Экспо тек технологиялық жетістіктердің көрмесі мен болашақ технологияларды көруге деген талпыныс қана емес, сонымен қатар барлық қонақтарға арналған аумақты мәдени бағдарлама. Көрмедегі бірінші нысан Нұр әлем. Ол инженерлік ой мен архитектура тұрғысынан тартымды. Салмағы 13.000 тоннадан астам 2824 әйнектен тұрады. Әрбір әйнектің салмағы 600-ден 800 килограммға дейін тартады. Бұл әйнектердің ерекшелігі екі жазықтықта иіліп, осылайша бұрышсыз сфералық пішінді келтіріп отырады. Олар тегіс өрленген шар сияқты. Бұл диаметрі 80 метрді құрайтын 20 метрлік павильонның үстінде шар орналасқан әлемдегі жалғыз ғимарат. Бастысынан Нұр әлем деп аталып, болашақ мұражайға айналады. Себебі онда ғарыш, күн, су, жер, кинетика энергиясына қатысты алуан түрлі жобалар ұсынылған. Нұр әлем сфералық ғимараты көрмеден қалған мұра болды. Астананың артықшылықтары: Еуразияның орталығында орналасқандығы, қаланың заманауи инфрақұрылымы мен дамыған көлік жүйесі бары. Біз Астанада мәдени іс-шараларды өткізсек, туристер саны көбейеді. Бесінші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша төмендегі кестені толтыр. Бірінші бағанға жалпы сұрақтарды, екінші бағанға мәтіндегі негізгі сөздерді жаз, ал үшінші бағанға термин сөздерді қолдана тұрып өз жауабыңды жаз. Сұрақтары: экспо деген не? Негізгі сөздер: жәдігер, экспонат, жетістік, халық. Өзімнің жауабым: бірінші экспо экспонат сөзінен шыққан. Ол жер жүзін мекендеген барша халықты өмірдің түрлі саласында қол жеткізген жетістіктерін, жәдігерлерін көрсететін алаң. Екінші: жасыл технология жетістіктерін неліктен көрсетті? Негізгі сөздер: жылыту, энергия, үй. Өзімнің жауабым: себебі халыққа жылытуға энергия шығыны аз кететін үй салу қызықты болып тұр. Сұрақтар: көрмедегі Нұр әлем нысанының ерекшелігі неде? Негізгі сөздер: жазықты, бұрышсыз, сферал, пішін тегіс шар. Өзімнің жауабым: нысанның ерекшелігі екі жазықтықта иіліп, бұрышсыз сфералық пішінді келтіріп тұрғанында. Олар тегіс үрілген шар сияқты. Алтыншы тапсырма: тапқырлар сандықшасы сайысын өткізіңдер, жұпта, топта талқылаңдар. Сөздер: неологизм, термин, кәсіби сөздер. Экспо халықаралық көрме. Жаман туыстан жақсы, қоңсы артық. Ол қауашада мақтаны қалдырмай терді. Тауық: құсқа ұшу жоқ, там үйлерге көшу жоқ. Ыза суын төмендету үшін зауырларды тазалау қажет. Экспо халықаралық көрме. Неологизм: жаман туыстан жақсы, қоңсы артық. Диалектсіз: ол қауашада мақтаны қалдырмай терді. Кәсіби сөз: тауық құсқа ұшу, там үйлерге көшу. Диалектсіз: ыза суын төмендету үшін зауырларды болды. Ол зауырларды тазалау қажет. Ол кәсіби сөз. Келесі жетінші тапсырма: төмендегі блиц сұрақтарға иә жоқ деп жауап беру арқылы өзіңді тексер. Бірінші сөз сөйлемдегі иә, екінші жоқ, үшінші сөйлемде жоқ, төртінші иә, бесінші жоқ,
алтыншы сөйлемде иә деп жауап береміз. Сегізінші тапсырма неологизм термин кәсіби сөздерді қолдана отырып Астана мәдениет пен өнер ордасы тақырыбы бойынша кестеге сәйкес өз ойыңды жаз. Бірінші, қалпақтар берілген, одан кейін ойлар. Біз бұл туралы не ойлаймыз, біз нені болжай аламыз, нені сезініп елестете аламыз. Екінші, біз бұл туралы не білеміз, қандай ақпарат дерек зерттеулер бар, бізге қандай ақпарат жетіспейді. Үшінші, неден сақтануымыз керек, не дұрыс болмауы мүмкін, оны неге солай жасауға болмайды. Қандай жағымды жақтар бар, қандай артықшылықтар бар, оны неге солай жасауға болады. Бұл тақырып қандай жаңа идеялармен байланысты, оны қалай жүзеге асыруға болады, тағы не істеуге болады. Қандай нәтижелер мен табыстарға қол жеткізілді, тағы қандай мақсаттар қоюыңа болады. Енді осыған дәлел келтірейік. Бірінші, Астана мәдени білім беру ретінде қоғам мен жеке тұлғаны дамытудың негізгі элементі болып табылады. Біз Астананың болашақта дамыған жаңа жобалар мен бастамалар іске асырылған қала тұрғындары, қонақтар үшін жаңа мүмкіндіктер ашылған қала деп есептейміз. Екінші, Астана Есіл өзенінің жағасындағы бекініс ретінде құрылғалы бері еліміздің дамуына үлес қосуда. Астана Арт Фест және Астана Музик Фест халықаралық фестиваль туристердің көптеп келуіне себепші болды. Сондықтан Кастелло өнер мұражайы сияқты Астанада іске асырылған жобалар туралы мәліметтер керек деп санаймын. Мәдени жобалар мен мекемелерді қаржыландырудың жетіспеушілігінен, мәдениет және өнер саласында білікті мамандардың жетіспеушілігінен сақ болуымыз керек. Егер бұлар дұрыс болмаса, саяси мәселелер туғызады. Бесінші, қазіргі әлемде мәдениет пен өнер қалалар мен елдердің дамуында маңызды рөл атқарады. Әлемнің түкпір-түкпірінен туристер тартатын халықаралық өнер және мәдениет орталығын құру идеясын жүзеге асыруға болады. Осы идеяны инвесторлар тарапынан жеткілікті қаржыландыру болған жағдайда іске асырамыз. Алтыншы, бүгінгі таңда Астана Қазақстанның ірі мәдени орталықтарының бірі болып табылады. Астанада Қазақстанның мәдени мұрасын бейнелейтін көптеген мұражайлар, театрлар мен галереялар жұмыс істейді. Келесі 9-шы тапсырма, оймоншақ шарты топқа бөлініңдер, Астана атты диаграмманы толтырыңдар. Топтың әр мүшесі бір сөйлемнен айтсын. Талап айтқан сөйлемдердің бір-бірімен байланысып мәтін түрінде шықсын. Әр сөйлемде неологизм немесе термин сөздер болсын. 9-шы тапсырма, бірінші жауап Астана Қазақстанның елордасы, екінші ол Есіл өзенінің бойында орналасқан. Астана қаласы 1997 жылы Қазақстанның астанасы болып жарияланды. Мұнда көптеген ғимараттар, саябақтар бар. Астананың жанында қорғалжын қорығы орналасқан. Осы қысқа уақыттың ішінде Астана гүлденген, дамып келе жатқан қала. 10-шы тапсырма, Астана болашақтың қаласы тақырыбында келісу, келіспеу эссесін жаз. Эссенің шарттары: өзің білетін оқыған ақпаратты есіңе түсір, эссені жоспарла. Кіріспе бөлімде бұл тақырып қазіргі кезде маңызды ма деген пікірді басшылыққа ал. Негізгі бөлімде өз мысалдарың мен талдауларыңды негізде. Қорытынды бөлімде эссенің басында айтылған мәселе бойынша не деуге болады деген сұраққа жауап ізде. Ойыңды жинақта қорытындыла. Мен Астана болашақтың қаласы деген пікірмен келісемін. Себебі Астананың инфрақұрылымы мен мәдениетін дамытуға қатысты соңғы оқиғаларды ескере отырып Астана болашақтың қаласы тақырыбы өзекті бола түсуде. Соңғы бірнеше жылда Қазақстанның астанасы бірқатарлы өзгерістер елеулі орын алып, оны әлемдегі ең заманауи және тартымды қалалардың біріне айналдырды. Астана күн сайын өсіп дамып келе жатқан, оны өмір сүру мен жұмыс істеуге тамаша орынға айналдырған қала. Белсенді қала құрылысы мен инфрақұрылымдық саясаттың арқасында елорда өз тұрғындарына білім алу, спортпен айналысу және демалу үшін көптеген мүмкіндіктер ұсынады. Сонымен қатар Астана көптеген халықаралық компаниялар мен ұйымдардың мекеніне айналды. Бұл қаланың әлемдік аренада танылғанын көрсетеді. Бұл өз кезегінде экономиканың дамуына, жаңа жұмыс орындарының ашылуына ықпал етеді деп ойлаймын. 11-ші тапсырма, кестені пайдалана отырып шығу парағын толтыр. Қызықты болды. Бүгін мынаны түсіндім, қиын болды. Қызықты болды. Астана қаласындағы Экспо 2017 көрмесі жайындағы мәліметтер өте қызық болды. Бүгін мынаны түсіндім. Астанада тағы бір кереметтей көрме орталығының бар екенін түсіндім. Қиын болды. Менің ойымша бүгінгі сабақ өте оңай болды. Балалар, сабағым аяқталды. Комментарийға жазып, түсінбеген жерлеріңізді сұрасаңыздар болады. Сонымен қатар басқа достарыңызға поделиться басып видеоның астындағы таратсаңыздар да болады.